немесе телефонның өзіндік функциясы бар, телефонда сөйлесу деген сияқты. И дәл солай бізде құқықтың өзінің функциясы бар екен. Және құқық функциясы дегеніміз ереже бойынша бағыты деп келеді, акцент беретін сөзіміз. Енді құқық функцияларына кірейік. Ол бізде құқық функциялары екіге бөлінеді: негізгі және қосымша. Негізгіге бізде қорғаушылық, реттеушілік, қосымшаға тәрбиелік, идеологиялық. Енді да келеді. ұбт бойынша қорғауды жүзеге асырады, ол бізде қорғаушылық функциясы, реттеуді жүзеге асырады, ол бізде реттеу функциясы, қосымша яғни санаға әсер етсе де тәрбиелік, және идеяларды қалыптастырады, ол бізде идеологиялық. Яғни құқық бізде не істейді екен? Сонда құқық бізді қорғайды екен, құқық бізді реттейді екен, құқық бізге тәрбие береді және идеяларды қалыптастырады, идеологияны қалыптастырады деген сияқты. И сонымен құқықтың функциялары бар. Солай түсінсек болады. Екінші, құқықтық қатынас белгілері. Жалпы жеңіл тілмен түсіндірген кезде құқықтық қатынас деген мынандай: кез келген құқық саласында не болады? Қатынас болады. Мысалы, еңбек құқығын алайық. Жұмыскер мен жұмыс беруші арасында ортада объект, ол бізде жұмыс. Субъект бізде жұмыскер мен жұмыс беруші. Яғни осы объект пен субъекттің әрекеттесуі процесі, ол бізде не болып табылады? Құқықтық қатынас болып табылады. Немесе мен біреуді ұрдым, сене қалдырдым, көгерттім. Субъект кім? Ұрып жүрген адам мен ұрылған адам деп түсіндірейінші. Ұрылған адам. Объект не? Оның қолы, оның денсаулығы деген сияқты. Яғни субъект пен объект әрекеттесіп жатыр, процесс болып жатыр. Ол нені туындатады? Қатынасты, құқықтық қатынасты. Яғни құқықтың тілімен айтқан кезде қатынас дегеніміз белгілі бір процесс. Енді құқықтық қатынас белгілері. Белгі дегеніміз түсінікті, мысалы, білмеймін, Диананы Диана ететін не нәрсе деген сияқты. Немесе аягөзді аягөз ететін не нәрсе. И дәл солай құқықтық қатынас ететін не нәрселер? Ол бізде 5 белгісі бар еді. Негізі 5 белгісі бар. Ол бізде субъекттер арасында туындайды, яғни түсінікті. Субъект болмаса құқықтық қатынас мүлдем туындамайды. Ол белгілі бір норма негізінде туындайды, яғни саған шаблон, ереже, белгілі бір нормативтік актілер негізінде туындайтын болады. Үшінші, тараптар өзара құқықтар мен міндеттерімен байланысады. Ол түсінікті. Субъект бар, нормамыз бар. Өз ара екі тарапта құқықтар мен міндеттер туындаған кезде пайда болады екен, және ерікті сипатта болады, және ол нәрселердің қорғалуына мемлекет кепілдік береді екен. Мен 5 белгісін жаттап алсақ болады. Келесі бізде құқықтық қатынас құрылымы. Жалпы құқықтық қатынас дегеніміз түсіндік, былайша айтқан кезде ортадағы процесс. Сол енді құқықтық қатынастың құрылымы ол бізде 3-ке бөлінеді: объектілер, субъектілер, мазмұны. Жалпы 9-шы класста түсіндірген кезде түсініп алған шығарсыздар, негізі өте оңай. Объектілерге бізге жатады материалдық игіліктер, қағаздар және іс-әрекеттер. Іс-әрекеттер не үшін объектіге жатады дедік? Яғни белгілі ортадағы процесс болғаннан кейін бізде көбінесе объектіге жатады. Кейінгі сабақтарда ол жөнінде толығырақ өтетін боламыз. Келесі, субъектілер, ол білеміз, жеке тұлға, заңды тұлға және мемлекет, немесе мемлекеттік органдар. Мазмұны, яғни мазмұны деген кезде бізде әрқашан не есімізге түсу керек? Ол бізде құқықтар мен міндеттер есімізге түсу қажет. Мысалы, еңбек құқығының мазмұны ол бізде келісімшартта көзделген құқықтар мен міндеттер. Немесе азаматтық құқықтағы мазмұны азаматтық құқықтағы, мысалы айтайыншы, келісімшартта көзделген құқықтар мен міндеттер деген сияқты. Яғни сол нәрселерді жаттап аламыз. Бұл өте оңай, кесте болып көрінгенмен. Келесі енді құқықтық реттеудің объектісі. Объектісіне жалпы объектісі ретінде қоғамдық қатынастар жатады. Енді объектілер сипаты мен түрлеріне қарай бөлінеді. Ол бізде мына презентацияда көріп отырғанымыздай материалдық игіліктер. Яғни материалдық игіліктер дегеніміз сен көзбен көре аласың, қолмен ұстай аласың, целом заттар және құндылықтар. Келесі, материалдық емес игіліктер: адамның құқықтары мен бостандықтары, мінез-құлық, субъект әрекеттері, рухани шығармашылық өнімдері, бағалы қағаздар және ресми құжаттар. Оңай деген ойдамын. Келесі, сәл кітапта былайша айтқан кезде қиындау соғып жатқан теориялардың бірі. Былай айттым, құқықтық қатынас құрылымы 3-ке бөлінетін: субъект, объект және мазмұн. Мазмұн десе біз әрқашан не есімізге түсетін? Құқықтар мен міндеттер. Дәл солай жаттап алсақ болады. Енді бізде субъективті құқықты құрайтын бізде 4 құқық бар. Былай жаттап алайық. Жүріс-тұрыс құқығы, пайдалану құқығы, талап ету құқығы және талаптану құқығы деп акцент беретін сөздерді жаттап алсақ болады.
жүрүс-турус, пайдалануу, талап этүү, талаптануу деген сыяктуу. Келесі, яғни заңды міндеттілік, иә? Заңды міндеттілікте қазір акцент ретінде сөздер жаттасақ болады. Біріншісі, адамның белгілі бір әрекеттерді жасау қажеттілігі немесе олардан бас тартуы. Екіншісі, контрагентке өзінің құқы бар игіліктерді пайдалануына кедергі келтірмеу қажеттілігі. Үшіншісі, құқыққа міндетті тұлғаларының құқыққа берілген тұлғалардың заңды талаптарына жауап қайтару қажеттілігі және жауап беру қажеттілігі деген сияқты. Әрқайсысына негізі жеке тоқталсақ болады түсіндірме ретінде. Яғни ұбт-да ол нәрселер сұралмайтындықтан сіздерге тек жаттауға қатысты түсіндіріп өтейін. Бірінші жаттаймыз, қажетті, сенің жасау қажетті іс-әрекетіңмен олардан бас тартуың. Екіншісі, кедергі келтірмеу деп жаттаймыз. Үшіншісі, заңды талаптарына жауап беру және төртіншісі, мына үшеуін орындамағандығың үшін жауап беру қажеттілігін. Келесі, ол бізде заңды тұлға. Жалпы заңды тұлғаға қатысты тестте өте жиі көп сұрақтар келеді. Жалпы заңды тұлға дегеніміз не? Қазір белгілеріне келетін боламыз. Былай түсінсек болады. Мысалы, жеке кәсіпкер болсын, ИП-сы бар, ТО-сы бар, яғни мемлекеттік тіркеуге алынған кәсіпкерлердің барлығы заңды тұлға болсын. Оған мемлекет жатады, мемлекеттік органдар жатады, мекемелер жатады, Енді заңды тұлғаның бізде несі болу қажет, оның оқшау мүлкі болу қажет. Ол түсінікті. Одан кейін өзінің құқықтары мен міндеттеріне жауапкершілік алу қажет. Сотта талапкер мен жауапкер бола алады, ішкі бірлікте болады. Ішкі бірлік дегеніміз, ішкі тізілім деп түсінсек болады. Яғни мемлекеттік тіркеуге алыну қажет деген сияқты. Өзінің мөрі болу қажет, адресі, мекен-жайы болу қажет, өз әрекеттеріне, өз мүліктеріне жауап бере алу қажет. Келесі өтетініміз ол бізде құқық қабілеттілік, әрекет қабілеттілік және деликт қабілеттілік. Құқық қабілеттілік дегеніміз не? Құқық қабілеттілік сен сәби болып дүниеге келген кезіңнен бастап уже белгілі бір қабілеттіліктерге, құқықтарға ие боласың. Мысалы, сенің өмір сүру құқығың, немесе денсаулық сақтау құқығың, ол құқық қабілеттілік болып саналады. Ойлаңызшы, сен дүниеге келдің, дүниеге келе салысымен сенде белгілі бір құқықтар пайда болады. Сол құқықтар ол құқық қабілеттілік. Ал енді сен өмір сүріп жатырсың, уже 14 жастан бастап, 14 жас сен қойшы, жартылай 14 жас, солықтай 18 жас. Енді былай айтайын, сенің өз іс-әрекеттеріңе өзің жауап бере алу қажеттілігің ол бізде әрекет қабілеттілік болып саналады. Мысалы, былай айтайын, құқыққа қатысы емес нәрселеріне, сенің айлық тауып, сен өзіңді тамақпен қамтамасыз етуің, өз-өзіңді қанағаттандыруың, жұмыспен қамтуың деген сияқты, білмеймін. Әрбір іс-әрекетіне жауап бере алу қабілеттілігің ол әрекет қабілеттілік болып саналады. Енді жаңа айттым, 14 жас ол жартылай, 18 жас толықтай деген сияқты. 14 жастан 18 жасқа дейін бізде жартылай ата-анамыз жауап береді екен. Яғни сен сотты сатып алатын болсаң немесе сататын болсаң 14 пен 18 жас аралығында жартылай жауап береді.